Ассаламалейкум бауырлар. Бүгін анау тиктоктағы Нұрлан имамның журналистке берген сұхбатын естіп жағам ұстадым. Алла сақтасын. Бәріміз намазхан болып кетпеуіміз керек, исламизация болып кетпеуіміз керек деп. Бұл Алла сақтасын, бұл үлкен қауіпті сөз. Сонда бұл сөз тәңіршілдердің сөзінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Тәңіршілдер не дейді? Дін бар жерде ғылым дамымайды дейді. Дәл сол сөзді қайталап отыр бұл кісі. Алла сақтасын. Ал енді Құранның бірінші аяты, білесіздер, ол оқы деп түскен. Тағы бір аятта айтады Аллах Тағала сендердің іштеріңде иман келтіргендеріңменен іштеріңде білімді озат болғандардың, яғни ғалымдардың дәрежесін көтеріп қояды дейді. Сондықтан бұл ислам діні, ғылым діні. Рамазан Аль-Бутидің айтқан сөзі бар. Біз көптеген елден артта қалдық, артта қалуымыздың себебі исламнан артта қалдық дейді. Міне, сондықтан дінді дұрыс ұстай алмағандығымыз себепті біз артта қалып жатырмыз. Сол дінді ұстай алмағандығымыз себепті біз дамымай жатырмыз. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, дінде шектен шығу бар, дінді бекем ұстану бар. Дінде шектен шығу кім десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманда пайғамбарымызға 3 сахаба келеді. Ей Алланың елшісі, мен өмір бойы үйленбеймін дейді, біреу айтады. Екіншісі айтады, өмір бойы ораза ұстаймын дейді. Үшіншісі айтады, мен өмір бойы тахажжуд намазын оқып өтемін дейді. Түнгі намаз, парыз болмаған түнгі намаз бұл, тахажжуд намаз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үшеуінде қайтарады. Ей пайғамбар бола тұра, дінді мен біле тұра, сендерге үйрете тұра, мен үйленем, көбейемін. Сен үйлен деді. Екіншісіне айтты, мен пайғамбар бола тұра, менің аузым кейде ашық болады, кейде аузым жабық болады деп, ол сахабаны да тыйды. Екеуі тыйылды. Үшінші айтты, ей Алланың елшісі, мен осы тахажжуд намазын өзіме міндеттеп алам деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, шамаң жетпей қалады деді. Сонда жаңағы сахаба қартайған кезде өкінген екен. Тахажжудқа тұра алмай қалған кезде пайғамбарға берген уәдемнен тайдым деп. Қараңыз, дінде шектен шығу деген осы нәрсені айтады. Ал дініне бекем болу, намазға бекем болу, тақуалық қылу, ол тек қана Құдай Тағалаға жақындатып, сені әулие қылатын амалдардан болып есептелінеді. Алла сақтасын. Сондықтан да айтайын деген не нәрсе? Біз Қазақстан намазхандардың саны 50% емес, 3% ғана. 3% ғана. Ал енді соның ішінде орамал тартатын қарындасымыз ол ауадағы шаң секілді көрінбейді. Қаншама қыздарымыз орамалменен мектепке, университеттерге, колледждерге кіре алмай жылап жүр. Оның заңы қашан қорғалады десе, зайырлы мемлекетте олардың да саны көп болып, олардың да талабы көп болған кезде қорғалады екен. Ал сіз келіп, намазхандар көп болып кетсе, исламизация болып кететін болса, еліміз дамымай қалады деген сөзді уәжді айтып жатсыз. Онда сол қарындастарымыз жылаған күйі жылайып жүре береді деген сөз. Алла сақтасын. Сондықтан да бұл ислам діні кез келген фигураны жасап алатын балшық емес. Ислам діні кез келген фигураны жасап алатын бұл пластилин емес. Екінші, заманауи молда деп жатыр ғой жаңа журналист. Заманауи молда деген сөздің өзі қателік. Аллах Тағала кез келген заманға бұл ислам дінін қолайлы қылып жіберген сізбенен бізге. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, сізбенен біз мұсылмандар өзіміздің білімді екендігіміз көрсетуіміз керекпіз. Және намазхандардың санының көп болуына үлесімізді қосуымыз керек. Уағыздарымызды, насихаттарымызды ешқашан бір-бірімізден үзбеуіміз керек. Сол кезде ғана егеменді еліміздің еңсесі иманмен, исламмен, білімменен биік болады. Ал басқа жолды мен көріп тұрған жоқпын. Алла сақтасын. Нұреке, бұндай өрескел қателік бұл күпірге жақын емес, бірақ күпірден де алыс емес. Алла сақтасын. Сондықтан сақ болыңыз өз-өзіңізге. Дұрыс, Алланың алдында күнәһар болып қалмаңыз. Келесі видео үндеу еліміздегі астафиралла, субханалла, сабырға келіңіз деп жүрген имамдарға арналады. Ана мешіттің ішінде 24/7 садақа яйшігіне үңілмей, тез арада еліміздегі әскери бөлімшелерге барып, шариғатымызға, мұсылманшылығымызға қайшы өліммен өліп жатқан балаларға үгіт насихат айтыңыздар. Себебі үкімет сарбаздар өлімін азайтпаса көбейтіп жатқан жоқ. Бір жылда 340-тан аса сарбаз шабытпен барып табытпен келді. Оның ішінде 70-80% сіздің айтып отырған мұсылмандық шариғатқа қайшы
өзін өзіне қол жұмсау өлімімен өліп отыр. 24/7 TikTok, Instagram тікелей эфирде отырып, еркек пен әйелдің арасындағы қарым-қатынасты айтқанша, әскери бөлімшелерге барып, белі қатпаған, шариғатпен шатағы жоқ жастардың өлімін азайтыңыздар. Себебі мына үкіметтің әлі шамасы жетпей отыр. Сосын психологтар, әсіресе Айнұр Тұрсынбаева, 1 сағаттық сағатыңды 300 мың мен 900 мыңның арасында сатып, қазақтың отбасын айрандай үйітіп, әр қазақтың отбасын байытып, визуализация алыңдар деп сауда-саттық жасап отырсыздар өздеріңіздің психологиялық кеңестеріңізді. Біз қазір сіздердің бесплатны қазаққа деген жанашырлық қасиеттеріңізге мұқтаж болып отырмыз. Себебі әскерге отан қорғау үшін баламызды шабытпен жіберіп, табытпен алдыртып отырмыз. Қазақтың ақшасына бола қызмет етпей, қазақтың халқының амандығына қызмет жасаңдар. Бірің мешіттегі садақа яйшігіне үңіліп отырсыңдар, бірің халықтың қалтасына үңіліп отырсыңдар. Өз білімдеріңді, өздеріңнің мотивацияларыңды ақшаға сатып. Қайда? Сендердің қазақ деген жүректерің, бойларыңдағы қазақтың қаны. 17-сі күні қазақ сарбазы әскери бөлімшеде 2 қолын артына байлап қойып, өзі талға барып асылып өліпті. Асылып өлу, өз-өзіне қол жұмсау, ол шариғатқа қайшы. 22 қыркүйек күні әскерде жүріп, сарбаз, 18 жасар сарбаз бала, жүйке жүйесі тозып, психбольницадан бірақ шыққан. Күні кеше 23 күні әскери бөлімшеде, әскери дайындықтың үстінде, әскери қызметкердің қолынан тағы бір қазақтың сарбазы оққа ұшып өліп жатыр. Бұған тоқтау қашан болады? Үкімет тарапынан тоқтау болмайды, себебі олардың күші жетіп атқаны жоқ. Оған дәлел 1 жылда 340 сарбаз табытпен келді. Енді бұл жерде шынайы қазақтың жанашырлары діни жағынан, психологиялық жағынан және сөз көмек жағынан халықтың көмегі қажет. Бұл сарбаздардың жанын, басын аман сау алып қалуға. Тез арада шұғыл түрде халық кірісу керек бұған. Болмаса, әр қазақтың үйінде той емес, әр қазақтың үйінде жаназа болып жатыр. Соқырлар мен таскереңдер халықты ақша табу үшін, немесе атақ даңқтарыңды өсіру үшін пайдаланбай, шынайы халыққа көмек керек кезде атсалысыңыздар. Қайырлы күн, қазақ елі. 17 қыркүйек қазақ сарбазы әскерде өзін-өзіне қол жұмсап асылып өлді. 22 қыркүйек қазақ сарбазы әскерде жүйке жүйесі тозып, жындықанадан бірақ шықты. 23 қыркүйек қазақ сарбазы әскерде, әскери дайындық үстінде, әскери қызметкердің қолынан оққа құшып өлді. Мынау не сұмдық? Күнде шабытпен жіберген баламыздың табытын беріп отыра бересіңдер ма? Бұны тоқтату үшін кім сөйлеу керек? Сарбаздардың өлімін тоқтату үшін кім сөйлеу керек? Қайдасыңдар? Қазақтың жанашыр, қазақтың жырын жырлап, әнін айтып, тойын тойлап жүрген әншілер, әсіресе қазақтың бозторғайы Мейрамбек Беспаев, қайдасыңдар? Тойларың біткен шығар? Әр қазақтың үйінде қазір жаназа болып жатыр, шабытпен жіберген баласының табытын алдыртып. Кешегі 1,5 миллион қазақ подписчигі бар Рысбала Икрамбай, сен қайдасың? Сендерге қазақ атақ даңқтарыңды өсіргенде, отбасыларыңды асыраған кезде, садақа жинап берген кезде,
Қытайдың товарын алып келіп сатқан кезде ғана керек па? Ана 1,5 миллион подписчигіңнің, қазағыңның балалар шабытпен кетіп, табытпен келіп жатыр. Тышқан сүйгендеріңе шейін салып отырсыңдар инстаграмдарыңа, статустарыңа. Тойға қалай барып, қалай келіп, қандай киіт киіп, не ішіп, не жегендеріңді де, кім той бергеніңді де, өз бауырларың өлгенді де салып отырсыңдар. Неге қазақтың баласы әділетсіз өлімнің құрбаны болып жатқанын салмайсыңдар? Сендер сатқынсыңдар. Сендерге қазақ халқы тек қана баю үшін, атақ даңқтарыңды өсіру үшін керек екен. Бұның да жауабын алатын күн болады. Қара беттер. Шығыңдар, қайдасыңдар? Шынайы қазақтың жанашырсыңдар ма? Сендердің тойларың, ішіп жегендерің, өмірлерің, екеу араға қатынастарың, қатын қалаштарың менен. Бізге көктейін, бізге халықтың сөзін сөйлейтін, халықтың жанында тұратын әнші менен жанашыр блогерлер керек. Тышқан сүйгендеріңді салып отырсыңдар, есінеп құсынағандарыңа дейін. Тағы өлім, тағы өлім. Мына өлімді тоқтатуға көмектесіңдер, шынайы қазақтың жанашыры болсаңдар. Аудиторияларың үлкен, танымалдылықтарың бар.